AC диагоналі берілген. Оған D, P биіктігі түскен. Мына жер 30 градус. Және мынандай мәліметтер берген. 2AP тең PC және ол тең 4. VC-ны табыңыз дейді. Так, AP 2-ке тең, е? Мынау 2 және PC 4-ке тең. Я, бұл қатты қиын емес деп, мына екеуін қосын салты болады. Мына 30 болатын, 30 градус қаршыға кетеді. Мынау 6-ның жартысы болады. 3 бола салады, е? Ал енді номер 6 есепте өздеріңіз шығарып көріңіздерші. Тікті өрпіршінің диагоналі берілген. Және V бұрышының бисектер сасы берілген. Мынау мынаған тең. Мынау 3, мынау 6. VE 2 түбірасты 3. Мынау E, мынау 2 түбірасты 3. EC-ны табыңыз дейді. Мына есепті бірнеше түрлі тәсілмен шығаруға болады. Давайте бірнеше түрлі тәсілмен шығарайық. Бірінші А-ны табайық Пифагор теоремасымен. Ол 36 минус 9, ол 27, 3 түбірасты 3 болады, е? Келісесіздер ғой? Мынау 3 түбірасты 3. Ендеше мынау да 3 түбірасты 3. Мынау X болса мына жақ қанша болады? Керісінше 3 түбірасты 3 минус X болады, е? Енді мынау бисектесе болғандықтан біз қандай қасиет өттік? 6-ның 3 түбірасты 3 азайтылған X-ке қатынасы тең. Мынау 3 болса мынау да 3 болады. 3-тің X-ке қатынасы. Бұл бірінші тәсіл. Е? Осымен шығаруға болады. Бұл бірінші тәсіл. Е, мынау 2 түбірасты 3, мынау 3. Осы екеуі арқылы табаса болатынан бірден. Так. X дегеніміз тең. Түбірастында 2 түбірасты 3-тің квадраты минус 3-тің квадраты. Бұл екінші тәсілі. Так, үшінші қандай тәсілмен шығаруға болады? Жоғын, сенінші қасы синус теоремасын өтпейміз ғой біз. Ендеше мына 30 градус болады, е? Мына 30 градус болады. Мына 30 градус болса, мына 60 градус болады, е? Дұрыс па? Ендеше мына 30 болады, е? Мына да 30-дан болады, е? Мына да 30, мына да 30-дан болады. Ендеше мынау тең берілі, мынау мен мынау тең 2 түбірасты 3, ендеше мынау түбірасты 3 болады, е? Ол төртінші тәсіл, е? Дұрыс айтасыз. Мынау 30 болса, мынау 30 градус қаршыға кетеді. Мынау үшінші тәсіл дейік. Үшінші тәсіл. 30 градусқа қарсы атқан катет. Гипотенузаның жартысына тең десек түбірасты 3 шығады. Мынаның бәрінен түбірасты 3 шығады. Мына жерден түбірасты шығады. И төртінші тәсіл. Бисектесін айтып кеттім ғой. Төртінші тәсіл мынау мынау, е? Мынау мен мынау тең. Ендеше мынау 2 түбірасты 3. Так, EV мен ED тең. Ендеше екеуі 2 түбірасты 3. Ал мынау общий түбірасты 3 болғандықтан X-іміз тең. 3 түбірасты 3-тен алып тастаймыз 2 түбірасты 3-ті. Ол да түбірасты 3 болады. Міне бір есепті 4 түрлі тәсілмен шығардық. Так, соңғы 7-ші есеп. Соңғы емес, 10 есеп барлығы. Мынандай есеп. Параллелограмм берілген бізге. Онлайн қатысушыларға көрінсіз деп әдейі дәуесіз отырмын. С, Д. Мынау В бұрышының бисектер сасы берілген. Мынау мынаған тең. Мынау X, мынау 5. Мынау 8. Бұл енді өте қарапайым жеңіл есеп. Сіздер тез шығарасыздар деген ойдамын. 7-ші есеп. X-ті табыңыз дейді, яғни D-ні табыңыз дейді. Мүмкін шығарып көріңіздер. Мен қазір бірақ ол әдіс емес, басқа ешқандай түзу жүргізбей қоятын бір әдіс ойыма кеп тұр. Естеріңізде болсын, параллелограмм болсын, трапеция болсын, екі түзу параллель болып, кешірім сұрайын, параллелограмм болсын, трапеция болсын, оның бисектесасы жүргізетін болса, ол жерде міндетті түрде мынандай бір қасиет бар. Мына екеуі бисектесі болғандықтан альфа-альфа десек, мына бұрыш пен мына бұрыш қандай болды? Шикаяқшы бұрыш ендеше бұл да альфа болды, е? Келісесіздер ма? Ендеше мына екеуі альфа-альфа болса, мынау қандай бұрыш? Тең бүйірлі. Мынау мен мынау тең болады. Мынау бізде 5 болғандықтан мынау да 5, ендеше мынау да 5 болады.
Ендеше жауабы x-іміз 3 болады. Түсінікті, иә? Енді тағы да осы бір мысал айтқым келіп тұр. Мынандай ұбытыра осындай есеп бар. АВЦ-ді параллелограмм беріледі. Және А бұрышының бисектор рисасы беріледі. А бұрышының бисектор рисасы есеп былай айтылады. Мұқият тыңдаңыздар, ауызша айтамын. АВЦ-да параллелограмм берілген, параллелограммның қабырғалары айталық. Былай деп айтады, параллелограммның бисектор рисасы берілген, және ол ВЦ қабырғасын дейді 5 және 7 болатын кесіндерге бөледі дейді. ВЦ қабырғасын 5 және 7 болатын кесіндерге бөледі. ВЦ қабырғасын. Осы параллелограмм периметрін табыңыз дейді. Осын қазір шығарыңыздар да, маған жауабын айтсаңыздар. Осы соңғы есеп болсын. Мынандай қатынаста емес, 5 және 7 сантиметр болатын кесіндерге бөледі. Мынау 5 сантиметр, мынау 7 сантиметр. 5-7 қатынасында емес. Дұрыс айтасыздар. Бұндай есепте екі түрлі беріледі, ұбытыра. Мына есептер былай беріледі. Доғал бұрышынан бастап саналған кезде 5 және 7 сантиметр кесіндерге бөлетін деп бір беріледі. Кейде ондай әңгіме айтылмайды. Тек қана 5 пен 7-ге бөледі деп қайынсалады. Ол кезде біз екі жағдай қарастырамыз. Яғни бірінші жағдай мынау 5, мынау 7 болуы мүмкін. Екінші жағдай мынау 7, мынау 5 болуы мүмкін. Өйткені бізге айтылмаған қайсы қанша екенін. Иә? Мынау бисектор рисасы болғандықтан мына бұрыш альфа болса, мынау да альфа. Ал мына бұрыш пен мына бұрыш шикайғыш бұрыш, ендеше бұл да альфа. Альфа болатын болса, мынау мен мынау тең болады. Яғни тең болатын болса, бірінші жағдай мынау 5 болса, мынау да 5 болады. Екінші жағдай мынау 7 болса, мынау да 7 болады. Сонда бізде периметр екі түрлі табылады. Бірінші жағдай периметрден 2 көбейту, мына қабырғасы 5 болса, 5 қосылған 12. Екінші жағдай 7 қосу 12 болады, иә? И жауаптары, так, мына 17, 34 па? 34 сантиметр. Мына жерде 38 сантиметр болады.